Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай қадірменділер? Өзбекстан астанасы Ташкентте бокстан кезекті әлем чемпионаты өз мәресіне жетті. Бұл біріншілік қазақ былғар қолғап шеберлері үшін аса сәтті болды. Біздің команда 4 алтын және 1 күміс медаль иеленіп, жалпы командалық есепте 2-ші орынға жайғасты. Ал бірінші орында Өзбекстан құрамасы еншіледі. Оларда 5 алтын, 2 күміс және 2 қола медаль бар. Құрама сапынан бас жүлдеге 48 келіге Санжар Ташкенбай, 54 келіге дейінгі салмақта Махмуд Сабырхан, 75 келіде Асланбек Шымбергенов және 80-де Нұрбек Оралбайлар ие болды. Ал жалғыз күмісті 67-де сынға түскен Дулат Бекбауов еншіледі. Бұл қазақстандық боксшылардың әлем чемпионаттары тарихындағы ең үздік жетістіктерінің бірі. Сонау 2013 жылы Алматыда өткен әлем біріншілігінде де біздің спортшылар 4 алтынды еншілеген еді. Ал шет мемлекеттерде өткен біріншіліктер бойынша ең жоғары көрсеткіш. Енді сараптайтын сәт келді. Мұншама сәтті өткен біріншілікті қорытындыламай кетуге болмас. Келісетін шығарсыздар. Сонымен біріншілік бітті. Біреулер үшін ол сәтсіз болды. Мұнда мен Куба мен ресейліктерді айтып отырмын. Ал тағы басқалар үшін керемет жағдайды өтті. Бақытымыз орай Ташкент қазақтар үшін жайлы болды. Бас аяғы 13 боксшы барып қатысқан болатын. 7-еуі ширек финалға барды. 5-еуі жартылай финалға өтті. Сол 5-еуі түбінде медальдарымызды түгендеді. Бәрі керемет емес пе? Әрине. Дей тұрғанымен өкініштер болғанын ұмытпайық. Бірінші ретте біз Сәкен Бибосыновтың алғашқы кезеңнен ақ жарыстан шығып қалғанын айта кетуіміз керек. Жалпы оның сәтсіздігінің шет жағасын мен айтқан болатынмын. Кейбіреулер Бибосыновты төрешілер аяқтан шалды деп отыр. Ал Сәкен бұл сәтсіздігіне түсінік бар екендігін айтты. Әлем чемпионат қарсаңында ота жасатып, сол күйі бабына келуге уақыт жетпеген. Оны неге дайындықсыз күйде алып барды деген сұрақ көпшілік көкейінде әлде сайрап тұр. Талғат Сырымбетовке неге араша бола алмадық деген сұрақта жанымызда ортада. Иорданиялықты ұтып тұрған жерінен неге оны жеңілдірді? Балаға обал жасады. Әйтпесе кемінде қола медальға жетер жігіт еді. Және Қамшыбек Қоңқабаев. Турнир басталмастан ақ оның жолы ауыр екені белгілі болып қалды. Дегенмен Қамшыбек ресейлікті ұтып, ары қарай тағы бір қарсыласты жақсылап жеңіп, Бахадыр Жалоловқа жетіп жығылды. Заңды ұтылыс, ешкімде сұрақ жоқ. Дегенмен осы ауыр салмаққа басқа кандидаттарды неге қарастырмады деген ойда мазалайды. Негізі жоқ емес, бар ғой. Сол Өзбекстан тумасы Нұрсұлтан Аманжоловтың кандидатурасын неге қарастырмады екен? Бір кездер ол Жалоловты оңбай жыққан болатын. Екеуі кездесе Нұрсұлтан бір амалын табар еді. Құрамаға шарту алса, бұл жігіт бас тартар еді дегенге сенбеймін. Ал Қамшыбек ауыр салмақ үшін кішілеу. Оны бұған дейінгі турнирлерде де көрдік. Неге осы нәрсені қолға алмады? Біріншілікті сәтсіз өткізгендер қатарында медальдан үмітті болған Серік Теміржанов та бар. Бұл жігіттің физикасын қайдам, бірақ психологиялық жағынан дайын емес болып шықты. Кубалықтың алдында сансырап қалғанын көзіміз көрді. Кемінде қазір бізге жетпей тұрған бір қоланы алатын ақ бала еді ғой. Қалған боксшыларды ренжіткім келмейді. Нұрқанат Райыс, Айбек Оралбай, Сағындық Тоғанбай, Санатәлі Төлтаевтар да барларын ортаға салды. Десе де оларға шеберлік жетіспеді. Әрине барған боксшыларымыздың барлығы жүлдеге ілігуі мүмкін емес. Басқа елдерде мықтыларын алып барады. Сондықтан жеңіс жүрген жерде жеңіліс те бар. Енді басынан бастап ел аузында жүрген қазақ-өзбек текетіресі туралы. Мұнда енді біздің асығымыз алшысынан түсті. Ағайындарымызбен 4 кездесу өткіздік. 3-еуін ұтып алдық. Оның 2-еуі финалда. Бір бәсекеде жол бердік. Біз оларды жекелей ұрыстарда ұттық. Ал өзбектер жалпы соғыста жеңімпаз атанды. Дегенмен аталмыш жеңістерді ойлағанда еріксіз жымия бересің. Өте жағымды нәрсе бұл. Енді бапкерлер тақырыбы. Кешелі берменен Мырзағали Айтжановты жамандап едің ғой. Енді сөзіңді кері алатын шығарсың дейтіндер табылуда. Мен неге сөзімді қайтып алуым керек? Айтжановқа сын айтсам, ол үшін себептер болды. Азия чемпионатындағы ятты ұмыттыңыздар ма? Странжа турниріндегі жерге қараған сәтіміз ше? Міне, сын сол сәттерде айтылған болатын. Сол біз айтқан сындар. Бас бапкерімізді қамшылаған шығар. Өйткені бұл менің жеке пікірім емес. Тұрақты көрермендерім білет. Мен айтар нәрсемді оқырмандардың ойын жинақтап барып шығарамын. Яғни бұл сын менің жеке сыным болған жоқ. Қоғамдағы пікір болды. Енді оң нәтиже шыққанына шын жүректен қуанып отырмын. Бапкеріміз үшін де бойымызда мақтаныш сезімі бар. Олар ескі жүйемен қалмай, жаңа әдіске көшкенін естіп жатырмыз. Өз білгендерімен шектелмей Америкадан бапкерлер алдырып, олардың көмектеріне жүгініпті. Демек, бапкерлер бір орында тұрып қалмады. Дамушылық іздеді. Ал ол нәтиже берді. Осымен бұл тақырыпты жабайын. Айта берсек сөз көбейе береді. Тағы бір айтқым келгені IBA ұйымына қатысты. Әуесқой боксты бақылаушы ұйым еш жиыпты. Ташкентте төрешілер тарапынан өрескел ұрлықтар көрмедік. Болмады емес, болды. Ал шешуші кезеңдерде ілік іздесеңіздер табу қиын. Бастысы қазақ боксшылары әділ бағаланды. Өзбектерге айқын бұра тартушылық байқамадық. Міне жарыс осылай өтуі керек.
Осы жағдайда іс оңға басады. Мұнда адалдыққа оларды жақында Америкада құрылған World Boxing әуесқой бокс ұйымы итермелеген шығар. Амбициялы жаңа ұйым жақында әуесқой бокс шаруашылығын өз қолымызға аламыз деп отыр. Сенімдері сұмдық енді. Демек жақында әуесқой бокс маңында үлкен тарыс болар анық. Кім келсе де бізге бәрібір. Бастысы бұдан бокс тазарса болғаны. Соңғы айтар сөзінде осыған тікелей байланысы бар. Өкінішке орай бұл әлем чемпионаты толыққанды бола алмады. Әлемнің ең алпауыт мемлекеті Америка бастаған бірқатар ел біріншілікке қатыспады. Американың, Украинаның және Ұлыбритания былғар қолғап шеберлері қатыспағаны аздап қынжылтады. Өйткені бұл мемлекет боксшылары әлем чемпионатының алтынсыз кетпейтін. Негізі қатысқандары дұрыс болар еді. Қорытындылайын. Енді боксшыларымыз қыркүйек айында өтетін Азия ойындарына дайындықтарын бастайды. Сол жерде олимпиадалық ойындардың жолдамалары сарапқа салынатын болады. Біз боксшыларды мұндай толағай табыстармен шын жүректен құттықтаймыз. Ал сөз соңында ел алдында жүрген өнерлі жігіттердің мына бір импровизациясын ұсынайын. Ол сіздерге де ұнайтындығы анық. Құтты болсын төрт алдым мен бір күміс. Бокс десу емес саған құр жүріс. Медальдерді әперген, елдің рухын көтерген. Биылдыққа тірлік болдау бір мұрын. Шаршалаңда салғаннан соң бұлар күш. Қалықтады байрақтағы қыран құс. Қарсыласты құлатқан, Ташкентті шулатқан. Ташкенбайдың атасына мың алғыс. Нұрбек Махмұт Асыланбек үшеуі. Күміс алған дулатпенен күш еді. Шойын білек өргеуде, осыларды көргенде. Саттарханов Бекзат еске түседі. Боксшылар көп мақтай бермейік, батырды бәрекелді өлтіреді. Бапкерлеріміз айтады, соғыстай қалайды. Ол сені Ташкентке апарады, ел сенімін ақтағалы. Ұлттық құрама бапкерімен бүкіл халық мақтанады. Сол тренерлер болмағанда результатың Вот болады ма? Скакалка секіресің, салмақ қуып өкіресің. Бапкеріңді тыңдай берсең, чемпион боп жетілесің. Басқа елден қазақ шықса, қат тұра алмай өкінесің. Әлде ондай чемпионды отаныңа келтіресің бе? Раунд дейді. Келтіресің. Бейнематериал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарың үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.